Малдың көп қиналмай, қысқа уақыт ішінде тез сауығып қатарға қосылуы үшін қазақ халқының мынадай 4 түрлі тамаша пішу амалын сіз естіп едіңіз. Білгіңіз келсе, онда қараңыз. Ассалаумағалейкум құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша малды пішу туралы ақпарат бере кетуді жөн көрдім. Басқа малдарға қарағанда жылқыны пішу біршама күрделі болады. Сол себепті жылқы пішу туралы қазақ халқының мынадай 4 түрлі пішу әдісімен таныстырамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, арнаға жазылып, қазақ бауырларыңызды қолдап қойыңыздар. Алдағы уақытта басқа да құнды ақпараттарға ие боласыз. Сонымен қатар YouTube арнамызда көптеген 4 түлік малда болатын індеттер мен және оны емдеу туралы құнды ақпараттар бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Қазақ халқы жылқы пішудің байлап пішу, қышқаштап пішу, буып пішу, тартысу сынды 4 түрлі техникасын тапқырлап, сыртқы операция ғылымынан өзіндік орнын алады. Жылқы пішу жылқы қызылданып, түлеп, тақырланған кезде мамырдың соңынан бастап жүріледі. Жылқыны пішудегі мақсат малды жуасытып семірту және ет сапасын жақсарту, саурық болып жоғалып кетуінің алдын алу және мініс көлік ретінде пайдалану үшін пішеді. Жоғарыдағы 4 түрлі пішуде қышқаштап пішу көп кездеседі. Алдымен 2 аяқтан арнаулы қысқыш жасалады. Ағаштың бір жақ басының кертпек жерінен тарамыспен мықтап байлайды. Екінші басынан қысқанда аралығында қуыс неғұрлым тар болса, солғұрлым жақсы болады. Ағаш арасындағы қуысқа талқандалған тотияйын салып дайындайды. Айғырды жығып аяғын байлаған соң, пішпеші арт жағын ала жүрелеп отырып, 2 қолмен уманың түбінен ұстап, енді төмен қарай саумалап, бірін алдына, бірін артына қарай келтіреді. Сол қолмен енді сәл жоғары жағынан жібермей ұстап, тартып тұрған уманың 2 жағынан ағаш қышқышты салып, тұйық басын алдына келтіріп, неғұрлым ен бауына тақап қысады. Ен бауы қабатталмай тегіс түсуі шарт. Ағаш қысқыштың ұшынан жіңішке байлағышпен мықтап байланады. Осылайша ағаш қысқыш 5 күннен кейін алып тасталады. Ен одан бұрын кесіліп алынады. Ал енді пішпенің күтіміне келсек, қысқышпен қысылған айғырды азырақ жетелеп жүргізеді. Бағып күтуді күшейтіп, биелермен бір жерге қоймау керек. Негізінен таза ықтасын жерге өз еркімен қоя беріп байқау керек. Егер пішпеден қанақса, ағаш қысқышы түсіп қалса, қайдадан ұстап дер кезінде шара қолдану керек. Мінекей құрметті көрермен, сіздер қазақ халқының төл пішу әдісімен таныстыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, қолдап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.